құрметті оқушылар, беу деген тамаша әнді үйренгілеріңіз келсе, қазір үйрететін болам. Ал бастайық. Қазір осы бір видеода, яғни жарты сағат, я болмаса 40 минутта үйрететін болам. Мән беріп тыңдаңыздар, иә. Кім видеоны соңына дейін қарайды, сол адамға мынандай сандық нотасын беретін болам сыйлыққа. Ол үшін комментарийге жазыңыздар. Ал жалпы домбыраны тарту білмейтіндерге үйрететін болам. Ал бастайық. Беу әнін үйрену үшін ең бірінші үшінші пернеге барамыз. Міне, домбырадан үшінші пернені санаймыз. 1, мынау бірінші перне, 2, 3. Ең басындағы бірінші перне мынау. 1, 2, 3. Үшінші пернені екінші саусақпен ұстаймыз. Қағыс төменге. Сосын екінші перне жоғарға. Сосын бесінші перне жоғары. Үшеуін қосамыз. Одан кейін үшінші перне төменге. Ол бөлек. Төртеуін қосайық. Яғни үшеуі бірге, төртіншісі одан кейін асықпай. Арасынан деген сияқты шығады музыкасы. Міне тағы. Түсінікті ғой? Әрі қарай үшінші перне, мен сандарын айтып отырам. Үшінші перне төмен, екінші перне жоғары, жетінші перне жоғары, үшінші перне төмен, сосын жаңағыдай үшеуі бірге, төртіншісі бөлек. Міне, түсінікті, иә? Енді жаңа бірінші жолмен қосайық. Арасынан өмір деген. Міне, бір жолын біз үйрендік. Енді қазір екінші жолын үйрететін болам. Бесінші пернеге барамыз. Міне көрініп тұр ғой, қараңыздар, көрінбесе жақындатып. Мынау бірінші перне болып есептеледі, яғни бөлшек. Мына бөлшектерге бөлінген ғой. Есеп дәптеріндегі тор көз сияқты бөлшектерге бөлінген. Міне, бөлшектердің размері бірдей. Мынау бірінші перне. Екінші жолға өтеміз. Бесінші пернеге барамыз. Төртінші саусақпен барамыз. Бізде мынау төртінші саусақ. Бесінші пернені төртінші саусақпен ұстаймыз да, қағыс төменге. Үшінші перне жоғарыға, екінші перне төмен. Сонда бесінші перне төмен, үшінші перне жоғары, екеуі қосылады. Екінші перне төмен, бөлек, сосын үшінші перне жоғары, содан кейін сәл тоқтаймыз, сосын үшінші перне тағы жоғары. Сонда былай. Кәрі керуеннен деген жер шығады. Сөзімен қоссаңыздар болады, шығып тұр. Сонда бірінші жолдан бастап тартайық. Арасынан өмір деген кәрі керуеннен. Міне, түсінікті, иә? Енді әрі қарай үшінші жол. Жұптап алмай әбігерлендім. Бесінші пернені басамыз, үстінен де, астынан да. Так, бұл жерде қазір неше қағыс? Бірінші 4 қағыс тартамыз, алмай кезек. Төмен, жоғары, бірге төртеу. Енді тағы да 5 пен 5-ші перне. 3 қағыс төмен, жоғары. Сосын 2 қағыс төмен, жоғары. Асықпай, төмен, жоғары, соңғы 2 қағыс. Барлығын қосайық.
көрдіңіздер ма? Сөзімен бірге сәйкес келіп тұр. Міне, жұп бірінші қағыста таба алмай әбігерлендім. Міне, басынан басайық. Арасынан өмір деген кәрі керуеннің жұп таба алмай әбігерлендім. Міне, әдемі сәйкес келіп тұр. Кім үйренді, комментарийге жазыңыздар. Бұны мен тоқтап қалмай әрі қарай да үйретемін. Тыңдаңыздар, видеоның аяғына дейін. Міне, қиын болып бара жатса, шамалы 10 минут демалып алып, сосын жалғастырыңыз. Кете берейін әрі қарай. Енді бізге керегі үшінші перне. Үшінші пернені айтпақшы, бұл жер қайталау. Бірінші жолды қайталау. Қайталағанда бірақ соңғы жағында өзгереді екен, сондықтан айта берейін. Үшінші перне 2, 5, 3 басында. Қай саусақпен басатын қарап алыңыздар, жазып. Міне. Та-та-та-там, сосын та-та-та-там. Тез тартқанда түсініксіз болып қалып жатса, сұрап алыңыздар, төмен жоғарына. Бірге тартып кетіп жатса, түсінбей қалып жатсаңыздар, сұраңыздар, комментарийде. Асықпай тартайын. Үшінші перне төмен, екінші перне жоғары, бесінші перне жоғары, сосын үшінші перне төмен. Міне, қайталау бұл жері. Міне, осындай, сосын үшінші перне тағы да 2, сосын жетінші пернеге барамыз. Жоғары, сосын тағы жетінші перне төмен. Сонда міне осындай. Қайттан қосайық. Міне. Сосын ары қарай 5-ші перне 4-ші саусақпен, 3-ші перне жоғары, 2-ші перне төмен, 3-ші перне жоғары. Бұл жерді қайталау. Мына жер ау деймін. Сендей қызды, сендей қызды бұрын тары көргенмін. Бұл жерде точка жоқ. Сендей қызды шығып тұр. 3, 2, 5, 3, 3, 2, 7, 7, 5, 3, 2, 3, 3. Сендей қызды бұрын тары көргенмін. Міне. Енді ана бірінші жолдан қосайық. Арасынан деп басталатын ең басы. Бастайым. 3-ші пернені ұстап алыңыздар. Арасынан өмір деген кәрі керуеннің жұп таба алмай әбігерлендім. Сендей қызды бұрын дары көргенмін. Әрі қарай кеттік достар. Мына жерде бір қағаз қалып қойыпты. Онда бұрын сені көргенмін болу керек. Тексті кішкене ұмытып тұрмын. Қарап алыңыздар, текст.
екінші пернені басамыз, алма кезек 4 қағыс. Сосын екінші перне тағы да төмен жоғары қосамыз. Сосын екінші перне төмен, сосын жоғары. Сосын беу. Міне, артық емес жұмақтан келген беу. Міне, әрі қарай 5-ші перне қайырмасы әдемі жеріне келдік. 4-ші пернені басамыз, қағыс төменге, беу, сосын 3-ші перне жоғары, беу, 2-ші перне жоғары, беу. Міне, 5-3-2, қағыстары төмен жоғары, төмен жоғары, беу. Сосын 2-ші пернеге барамыз, алма кезек 4 қағыс. Тағы да 4 қағыс, 8 қағыс барлығы. Сосын 3-ші перне төмен, тағы төмен, сосын 5-ші перне жоғары, сосын қайттан 3-ші перне. Осы 4 қағыс бірге. Сонда сөзімен сәйкес келіп тұр. Бүйтіп тартып үйреніп алсаңыздар, сөзі шығады, сәйкес келеді. Тартылуын жақсылап үйреніп алыңыздар. Әрі қарай кеттік. 3-ші пернені ұстаңыздар. 8 қағыс, алма кезек жаңағыдай. Жарты өмірге жеткілікті қуаныш деген жері болу керек. 3-ші перне 8 қағыс, сосын 5-ші перне төмен, 3-ші перне жоғары, сосын 2-ші перне де жоғары. Қосамыз барлығын. Міне, біраз жерін бітіріп тастадық. Енді қайттан 2-ші пернені ұстаймыз. 8 қағыс. Сосын 2-ші перне төмен, 3-ші перне төмен, сосын 2-ші перне жоғары, сосын ашық. Сонда қосайық осы жолды. Новый жол ғой, жаңа жол. Кеттік. Міне, қайттан сосын пай деген жер ау деймін, одан кейін. Пай. Так, мына жерлері пай дегенде қайталау сияқты ма. 5-ші перне төмен. Жаңағы саусақтары 4, 2, 1. 5-ші перне төмен, 3-ші перне жоғары, 2-ші перне жоғары. Сіздер жазып отырыңыздар, сандарын айтып отқанда. Немесе сандық нотасын берем, менен сатып аласыздар. Сосын мына видеоны қосып қойып үйренесіздер ғой. Тоқтатып қойып паузаға. Міне 5-ші перне пай. Қайттан айтып отырайын енді сандарын. 5-ші перне 3, ақша кейбір адамдардың енді оқушылардың ба ақшасы жоқ болуы мүмкін, сондықтан жазып отырыңыздар. Бар болғаны 700 теңге сатсам. Қатты қымбат емес. 5-ші пернені басамыз. Төмен, сосын 3 жоғары, 2 жоғары. Тағы да. Сосын 2-ші перне 8 қағыс. Сосын 3 төмен, тағы төмен, 5 жоғары, 3 төмен, бірге. Так, мына жері достар қайталау екен.
қуана беріңіздер. Қайталау мына жері. Жаңа тартқан жер ғой. Так, ары қарай. Міне қайырмасы ғой сонда міне былай. Пай, 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 пай. Міне сөзімен бірге қоссаңыздар, міне шығып тұр. Мен сөзін ұмытып қалып тұрмын шамалы. Бірақ сөзімен сәйкес келеді. Міне осымен бітті беу-беу әні. Міне 16 минутта айтып болдым. Кім үйренгісі келеді, комментарийге жазыңыздар. Сосын каналға жазылып қойыңыздар. Тағы да әндерді үйрететін болам, осылай тартып. Белсенді болыңыздар комментарийде. Тағы да басынан бастап бір тартып үйретіңіздер. Міне асықпай тартам. Мына жерінде тоқтау бар, ең басындағы екінші жолда. Қай жерінде тоқтау бар, қай жерінде жазып алыңыздар, айтпаса қиын болады. Мұқият жазып алыңыздар. Сандарын қайсысы бірге, қайсысы бөлек, мындай қоршапшы. Жаза алмай жатсаңыздар, қиын болса менен сатып аласыздар. Я болмаса түсінбеген жер болса комментарийде сұраңыздар. Басынан бастап тартайын, асықпай. Так, үшінші пернені басамыз. Арасынан өмір деген кәрі керуенім, жұптап алмай әбігерлендім. Сендей қызды бұрын тары көргенмін. Әдемі әнкен айтуға, көңіл күйді көтеретін. Так, мына жері артық емес жұмақтан келген деу. Мына жерде бір екінші перне артық болуы мүмкін, керек емес болса алып тастасаңыздар да болады. Екінші перне кеттік. Артық емес жұмақтан келген деу дегенде, жұмақтан дегенде екінші пернені тартқан кезде міне 8 қағыс қой міне. Артық емес жұмақтан. Созып айтсаңыздар да болады, я болмаса жұмақтан деп 3 қағыс қылып қысқартсаңыздар да болады. Ана жерде 8 қағыс қой, 7 қағыс қылып қысқартсаңыздар да болады. Артық емес жұмақтан, жұмақтан, артық емес жұмақтан, артық емес жұмақтан, артық емес жұмақтан келген деп, артық емес жұмақтан, Так, мына жерде 3 қағыс қылып қысқартайық. Жұмақтан. Артық емес жұмақтан келген деу, жарты өмірге жеткілікті, жарты
жарты деп бірінші қағазға жарты деген не буын кетеді. Жарты өмірге жеткілікті қуаныш. Сөзін қосу шамалы қиындық тудыруы мүмкін енді. Барынша енді көп дайындалу керек. Пай, 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 пай. Міне достар, осылай аяқталады. Ал видео ұнаған болса, комментарий жазыңыздар, тағы да әндер шығаратын боламыз. Ал баршаңызға сәттілік, сауда, саламатта болыңыздар.